Бұл парадокс болып естілгенімен Джуд Беллингемнің Реал Мадридке трансферінен және оның сәтті өнер көрсетуінен бұрын алтын допқа үміткер болған ағылшындар арасынан ең жоғары нәтиже дәл Джейми Вардиге тиесілі болған. 2016 жылы ол бұл тізімде 8-ші орын алған еді. Жалпы Вардидің мансабы парадокстар мен таңғаларлық сәттерде толы. Ол кәсіби футболшы болуды тағдырға қарсы тұра отырып жүзеге асырды. Гол соғуға деген оның өшпес құштарлығы мен Англиядағы 8-ші дивизионнан Чемпиондар лигасына дейін алып шықты. Бұл хикая соншалықты керемет. Оны бір ғана YouTube видеосымен жеткізу мүмкін емес, бірақ біз бәрібір тырысып көреміз. Джейми Варди Шеффилд қаласына дүниеге келді. Бала күнінен өзі жанкүйер болған Шеффилд Уинстей клубының академиясына түсіп, арманына жақындай бастаған еді. Алайда тағдыр алғашқы соққысын дәл осы жерде жасады. Небәрі 16 жасында академиядан шығарылды. Көп адам мұндай соққыдан кейін футболмен қоштасар еді, бірақ Варди емес. Ол Стокс Бокс Парк клубына барып келесі 7 жылын сол жерде өткізді. 2007 жылы 20 жасында ол Англияның 8-ші дивизионында дебют жасады. Сол ойынды көруге 761 көрермен келген. Ол кезде Варди үшін футбол кешкі хобби ғана. Күндіз ол 12 сағаттық ауысымды зауытта жұмыс істеп, медициналық шина мен балдақтар жасайтын. Аптасына 30 фунт үшін матч ойнап жүрген жігіт әскерге де бармақ болған, бірақ бақытына қарай түсе алмай қалған. Дегенмен алаңдағы құлшынысымен тек рахат үшін ойнауы көп гол соғуға әкелді. Оған 7-ші дивизиондағы Галафактуан клубының бапкері Нил Экспес назар аударып, 23 жастағы футболшыны 15.000 фунтқа сатып алды. Бір маусымда 37 матчта 25 гол соғып, Варди лиганың үздік сұрмергені әрі команданың үздік ойыншысы атанады. Оның голдары Галифаксты жоғары дивизионға алып шықты, бірақ ол бұл жерде де тұрақтамай Флитвуд клубына ауысады. Флитвуд клубына да біраз жақсы деңгей көрсете алады. Ол әр ойында өз ісін адал атқарып жүрді. Жылдамдық, екпін, агрессия менде бұл қасиеттер баяғыдан бар. Алаңда өзім ес білген кезден бастап осындаймын. Мен өзім қандай болсам сондаймын. 9 ретте 10 ретте қарсыласым менен ірі болады. Сондықтан күресуге тура келді, деген еді Варди. Бұл жетістіктер көп ұзамай назарға ілікті. Чемпионшипте Лестер Сити Вардиді 1 миллион фунтқа сатып алды. Кәсіби емес лигада ойнаған футболшы үшін бұл рекордтық сомма болды. Бұл келісім футбол тарихындағы ең тиімді трансферлердің біріне айналды. Алайда бастамасы қиын болды. 36 матчта бар болғаны 4 гол. Чемпионшип деңгейі оған ауыр соққанда еді. Тіпті карьерасын аяқтау туралы ойлаған сәтте болды. Сол уақыттарда кім ойлаған Вардидің деңгейі осындай деңгейге дейін жетеді деп. Енді сол уақыттарда мотивациясы да болмаған футбол ойнауға. Вардидің өзі достарына да, отбасыларына да айтып жүрген: мен мансабымды аяқтасам қалай болады екен, спорттық формамды жоғалтып алдым деп. Бірақ енді оның мансабын аяқтамауына үлкен үлес қосқан Найджел Пирос пен көмекшісі Крейг Шекспир оған берілмеуге көмектесті. Келесі маусымда Варди 16 гол соғып, Лестер чемпионшиптің жеңімпазы атанып, премьер лигаға жолдама алды. Варди командаластарының таңдауы бойынша маусымның үздік ойыншысы атанды. Сен премьер лига ойыншысы болатыныңа сендің бе? Ондайды ойламасаң да бұл ақылға сыймайтын нәрсе, деді ол. Премьер лигадағы алғашқы маусым бейімделу кезеңі болды. Варди небәрі 5 гол соқты, бірақ әлем оның кім екенін Манчестер Юнайтедке қарсы ойында көрсетіп тастады. 29-шы турдан кейін Лестерде небәрі 19 ұпай ғана бар еді. Құлдырау айқын көрінді, бірақ олар берілмеді. Соңғы 9 матчта бір ғана жеңіліске ұшырап, маусымда 14-ші орында аяқтады. Жазда Варди Англия құрамасында дебют жасады. Ал Лестер Сити болса бас бапкері Найджел Пирсонмен қоштасуға мәжбүр болды және қоштасып та үлгерді. Орнына оның итальяндық маман келді. Клаудио Раньериді шақырды. Бастапқыда жанкүйерлер наразылық білдірді, бірақ бұл көңіл күй тез арада шаттыққа бөленді. 2015-16 маусымы аңызға айналды. Лестердің чемпион атану ықтималдылығы 5000-1 болатын. Бұл жай ғана ғажайып емес, одан да артық нәрсе еді. Алдыңғы шепте Варди, артында Рияд Марез бен N'Golo Канте. Бұл команда сәттілікті ұстады.
Құрамда бірде-бір жұлдыз болмағанымен командадағы тұрақтылық, еңбекқорлық керемет нәтиже берді. Басқа клубтар әуре болып жүргенде Лестер матч сайын жеңіске жетіп отырды. Варди мен оның әріптестері нағыз отта жанды. Жанкүйерлер қуаныштан есінен танды. Олар Вардиге арнайы ұранды ойлап тапты. Көп ұзамай Варди Руд ван Нистелройдың рекордын жаңартып, қатарынан 11 матчта гол соқты. Ол әлемнің үздік шабуылшыларының біріне айналды. Бұрын мұны істеуге болмас еді, бірақ бапкер ойыннан кейін автобусға сыра қоямын деді. Матчтан кейін сыра ішу Кока-Коладан да жақсы деп қалжыңдаған еді Варди. Финал жақындап келе жатты. Көпшілік Лестер сүрінет деп күтті. Бірақ бұл команда тарих жазуға тиіс еді. Маусымның соңғы жеңіліс Арсеналдан кейін, одан кейін 12 матчта жеңілмеген команда Премьер Лиганың чемпионы атанды. Бұл нағыз керемет футбол тарихына енетін оқиға болды. Варди, Марес, Канте барлығы жылдың символикалық құрамына енді. Варди футбол журналистері нұсқасы бойынша маусымның үздік ойыншысы және Премьер Лиганың үздік ойыншысы деп танылды. Сонымен қатар алтын доп дауыс беруіне 8-ші орынды иеленді. Сол маусымнан кейін Варди Англия құрамасы сапында алғашқы голын Уэльс қақпасына соқты. Ол матчта есеп теңесіп, ақыр соңында Англия жеңіске жетті. Осы сәтте Варди трансфер нарығының басты нысанына айналды. Арсенал клубы оның шығу бағасын 22 миллион фунт төлеуге дайын еді. Егер ол сол жаққа ауысса, ешкім кінәламас еді. Бірақ Варди Лестерде адалдығын сақтап, жаңа келісім шартқа қол қойды. Ол чемпиондар лигасындағы алғашқы голын соқты, маусымның үздік голын салды. Премьер Лигадағы 100 голдық клубқа енді. Ең егде жастағы алтын бутса иегері атанды және Лестермен бірге алғаш рет Англия кубогын жеңіп алды. Ол тіпті бірегей рекорд орнатты. Англия кубогының алдын ала кезеңнен бастап финалға дейін барлық кезеңдерінде ойнаған алғашқы футболшы атанды. Джейми Варди қайталанбас, ұмытылмас футболшы. Ол әлі күнге дейін алаңда жарқырап жүр. Мысалы, жуырдағы Тоттенхэмге қарсы матчта Варди оларды мынадай сөзбен түйреп өтті. Мен Премьер Лиганы жеңіп алдым, ал сендер жоқ. Варди мүмкін емес нәрсені мүмкін деген сөздің тірі дәлелі. Ал достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізді қолдаңыздар, лайк басыңыздар және тіркеліңіздер. Тағы да осындай қызықты видеолар және футболшылардың өмір баяны, мансаптары қалай өтті, аңыз футболшылар бәріне тоқталатын боламыз. Сіздерден тек қана қолдау күтетін боламыз.